Қазақ хандығының құрылымының шарттары сонау біздің заманымызға дейінгі өмір сүрген тайпалардан басталады. Біздің жерімізге өмір сүрген ең көне тайпалардың бірі ол сақтар. Сақтар біздің заманымыздан бұрын 8-ші ғасырдан бастап 3-ші ғасырға дейін өмір сүреді. Сақтардың өз еркіндігін қатты бағалаған батыр халық болған. Мысалы Парсы патшасы Кир біздің жерімізге басып көтеп кіргенде сақтардың әлгі патшасы Томирис оған қарсы соғысып өз елін қорғаған. Сақтарда ерекше мәдениет болады, ол аң стилі. Бұл стилде аңдардың бейнесі арқылы ерлік пен табиғаттың күшін көрсеткен. Олар алтын, күмістен әшекей бұйымдар жасап, киімдер мен қаруларды әсемдеген. Сақтардан бізге жеткен ең белгілі археолог мұра ол алтын адам. Ол есік қорғаннан табылған. Алтын адам тәуелсіздік пен мемлекеттің символы. Сонымен қатар 5 шақты шірікті сақты ескерткіштер сол заманның мәдениеттік деңгейін дәлелдейді. Сақтар қазақ хандығының рухани негізін қалады. Олардың ерлік дәстүрі, азаттық сүйген мінезі кейінгі қазақ халқының қанына сіңді. Сақтар кейін біздің жерімізден кейін өмір сүрген ғұндар. Олар 3-ші ғасырдан кейін 5-ші ғасырдың арасында өмір сүрді. Ғұндардың атақты көсемі Мөде Шаню күшті орталықта мемлекетті орнатты. Кейін Аттила өз жауһарларын Еуропаға жұмсады. Ғұндар әскери тәртіпті, темір қару жасауда жауынгерлікті дамытты. Сондықтан ғұндар қазақ хандығының саяси және әскери дәстүрінің негізін қалаған халық болды. Ғұндарда тәңіршілдік болды және де төмен басы деген нәрсе болды. Одан кейін ишендер біздің заманымыздан 2-ші ғасырдан бастап Жетісу өңірін мекендеді. Астанасы Чигу, Қызылаңғыр қаласы. Олардың билеушісі Күнби деп аталған. Ишендер Қытаймен дипломатиялық қарым-қатынас орнатып, елшіліктер алмасқан. Бұл біздің ата-бабаларымыздың сыртқы саясаты меңгергенін көрсетеді. Ал қаңлылар сырдария бойында өмір сүреді. Олар металл өңдеуді, қолөнер мен сауданы дамытқан. Қаңлы мемлекеті Ұлы Жібек жолының бойында орналасып, экономикалық тұрғыдан мықты мемлекет болды. Ишендер мен қаңлылар қазақ халқының этникалық құрамының негізін құраған тайпалар. Бұндай тайпалар көбейе келе тәуелсіздікке ұмтылды. Мысалы 552 жылы құрылған түркі қағанаты қазақ жеріндегі алғашқы түркі мемлекеті болды. Бұл кезде алғашқы түркі деген атау мемлекеттік деңгейге қолданылды. Бұнымен іштемей қағандар елді біріктіріп, Орта Азиядан Жетісуға дейінгі жерді береді. Түркі дәуірінде руналық жазу, әліппенің қалыптасуы, оны көптеген ескерткіштердің дәстүрлердің сипаты болып келеді. Түргеш қағанатының атақты билеушісі Сұлу қаған болған. Олар арабтармен соғысты. Арабтар оған сүзеге деген атақ берген. Түргеш қағанатында ең маңызды оқиғалардың бірі ол Асылай шайқасы болды. Ол 721 жыл болды. Қытайлар Жетісуға келіп, оларды басып алады. Сондықтан Қытайларға қарсы қарлықтар, күргештер бірігіп Жетісудан Қытайларды қуып шығады. Бұның басты мақсаты ол ислам дінін тарай бастады. Одан Қарахан мемлекеті исламды 960 жылы мемлекеттік дін деп жариялады. Қарахан мемлекеті кезінде түркі халықтарының жазба әдебиеті мен мәдениеті өркендеді. Жүсіп Баласағұнның Құттөбелік, Махмұд Қашқаридың Дивани Лұғат атты түрік еңбектері түркі халықтарының бірлігін, әділдік пен білімін негізін дәріптеді. Бұл қазақ халқының рухани негізін қалған маңызды дәуір. Қыпшақтар Дешті Қыпшақ қаласында өмір сүріп, кейін қазақ халқының негізгі бөлігін құрады. Олардың тілі мен мәдениеті қазақ жеріндегі қазіргі қазақ тіліне өте жақын болған. Қыпшақтардың жерлері Алтайдан Қара теңізге дейінгі жерге жетті. Бұл жер Ұлы Дешті Қыпшақ жерінде Ұлы Дешті Қыпшақ деп аталды. Одан кейін бізде ұлы оқиға болды. Ол 13-ші ғасырда, яғни 1206 жылы орталық Азияда тарихта үлкен Шыңғысхан деген бүкіл моңғол тайпаларын біріктіріп, ұлы моңғол мемлекетін құрады. Ол өте мықты әскери және саяси жүйе қалыптастырды. Оның армиясы теміри тәртіпке бағынды. Ал басқару жүйесі ондық, жүздік, мыңдық, түмендік деп бөлінді. Бұл жүйе кейін қазақ қоғамында да қолданылған.
1219 жылы Шыңғыс хан Орта Азияға үлкен жорық басталады. Сол кезде оның әскері Қазақ жеріне жетеді. Бірінші болып олар Отырар қаласына болып шабуылға ұшырайды. Себебі олар Отырар уезшісі Қайыр хан мен Шыңғыс ханның сауда керуенін өлтіргеннен кейін Шыңғыс хан осы себеп болып Отырарға шабуыл жорық істейді. Осы Отырарды 6 ай бойы ала алмай, потом олардың ішкі несінен сатқындық арқылы Отырарды басып алады. 1219-21 жылдары Шыңғыс ханның әскері сыр бойындағы қалаларды Отырар, Сығанақ, Сауран, Саты, Түркістан саты қалаларды жаулап алады. Осы жоқтардан кейін қазіргі Қазақстан жері түгелдей Моңғол империясының құрамына кіреді. Жерлер Шыңғыс ханның балаларына ұлыс ретінде бөлініп беріледі. Жошы ұлысы Ертіс пен Еділ арасындағы және Қазақстанның батыс Сібір жерлері, Шағатай ұлысы Жетісу мен шығыс Түркістан аумағы, Үгедей ұлысы батыс пен Моңғолия және Алтай өңірінде. Кейін Жошы ұлысының негізінде Алтын Орда мемлекеті пайда болады. Бұл мемлекет 14 ғасырда қазақ халқының этникалық қалыптасуында өте үлкен рөл атқарады. Алтын Орда дәуірінде қазақ даласы әртүрлі түркі тайпалары, мысалы қыпшақтар, наймандар, қоңыраттар, арғындар, дулаттар бір-бірімен араласып, ортақ тіл ретінде мәдениет қалыптасады. Шыңғыс ханның енгізген мемлекеттік басқару жүйесі заңдар жинағы яса заңы деп аталады, жасақ деп аталады қазақшасы. Мысалы хан, би, батыр, ноян сияқты лауазымдар мен әскери тәртіп жүйесі сол дәуірден келе жатқан дәстүрлердің жалғасы болып келеді. Осы жасақ жасында жазылған. Сонымен қатар Шыңғыс ханның жүргізген саясаты тайпаларды белгілі бір аумақта орналастырып, біртіндеп жергілікті халықтың бірігуіне ұлттық қалыптасуына жағдай жасайды. 14 және 15 ғасырларда қазақ жерінде көптеген мемлекеттер өмір сүреді. Олардың ішінде ең ірісі осы Әбілқайыр хандығы, ол Жошы ұлысының жерінде орналасқан. Бұл мемлекет 1428 жылы құрылған. Оның құрған Әбілқайыр хан мемлекеттің негізгі халқы ол өзбек халқы немесе түркі тайпалары, Қыпшақ, Найман, Қоңырат, Қарғын, Қаңлы деген сияқты тайпалар. Сол үшін бұл кейде өзбек деп ұлысы деп аталған. Бірақ Әбілқайыр хан бергі жүргізген жылдары әлде ішкі саяси тұрақсыздық, ру тайпалық қақтығыстар, соғыстар көп болды. Хан мүддесінің саясат жүргізбейді, халықты қинайды, кейбір руларға қысым жасайды, салық көбейтті. Осыдан кейін халық арасында назар күшейеді. Сонымен қатар сол кезде Моңғолстан, Ноғай ордасы, Сібір хандығы сияқты көрші мемлекеттер де өзара қақтығыста болатын. Сол саяси әділетсіздікті пайдаланған Керей мен Жәнібек сұлтандар осы Шыңғыс ханның ұрпақтары ел ішінде беделді тұлғалар болған еді. Осы Әбілқайыр ханның әділетсіздігінің саясатына қарсы шығады да, халық көп бөлігі осыға қосылады, өйткені жұрттар бейбіт өмір және әділдік биіктікті іздейді. Осылайша Керей мен Жәнібек Әбілқайырдан бөлініп шығып, өз халқымен бірге Моңғолстанға қарай көшеді. Моңғолстан ханы Есенбұға оларды жылы қабылдайды, себебі олар Әбілқайырмен жаулас болатын. Сондықтан кейбір Керей мен Жәнібекке саяси көмек беріп, Шу мен Қосыбасы өңірін қоныс ретінде рұқсат етті. Бұл аймақ қазіргі Жетісу мен Талас өңірінде орналасқан, астанасы Қосыбасы болған. Осы жерде Керей мен Жәнібек өз билігін орнатып, елді ұйымдастырып, жаңа мемлекеттің негізін қалайды. Тарихшылардың айтуынша, бұл оқиға 1465 және 1466 жылдары болды. Міне осы жылдары қазақ хандығының құрылу жылы деп саналады. Кейін қазақ хандығы күшейіп, елге Әбілқайыр өлген соң оның қарамағындағы тайпалар да келіп қосылады. Сөйтіп қазақ халқының бірігуі аяқталып, тәуелсіз мемлекеттің іргесі қаланады. Бұл халықтың ғасырлық бойы армандаған бірлік және еркіндік жолындағы жеңіс еді. Қазақ хандығы құрғаннан кейін қазақ хандығының басшылары біріншісі Керей мен Жәнібек өз мемлекетін нығайтуға кірісті. Ең басты мақсаттары ел бірлігін күшейту, жерін кеңейту, басқа тайпаларды біріктіру болды. Алғашқыда хандықтың орталығы Шу мен Қосыбасы өңірі еді. Керей мен Жәнібек хандықтың алғашқы билеушісі болды. Осы елді ұйымдастырды, сыртқы
саясатта көрші елдермен бейбіт қарым-қатынас орнатуға тырысты. Жәнібек оның серігі әрі кеңесшісі болды. Кейін керейден соң хандықты өзі басқарды. Солардың тұсында Әбілқайыр хандығы ыдырап, көптеген тайпалық қазақтар қазақ хандығына қосылды. Сөйтіп, хандықтың шекарасы Жетісудан бастап Сырдария бойына Түркістан қалаларына дейін кеңейді. Бұл қалалар сығанақ, созақ, Түркістан қазақ хандығының саяси және рухани орталығына айналды. Қазақ хандығының қысқаша хандары ол Керей мен Жәнібек 1465-70 жылдар арасында хандықтың негізін қалаушылар болды. Бұрындық хан 1470-511 жылдар арасында хандықты күшейтіп, сыр бойындағы қалалар үшін күресті. Қасым хан тұсында біраз оқиғалар болды. Қасым хан 1511-1523 жылдары хандықтың шекарасы ең кеңейткен тұлға. Қасым ханның қасқа жолын атты заң жүйесін енгізеді. Оның тұсында қазақ халқы миллион болды. Қасым ханнан кейін Хақназар хан келеді. Ол Хақназар хан қазақ хандығының ішінде ең көп билікте отқан хан. Ол елді 1538 жылдан бастап 1580 жылдар арасында билік етеді. Ол елді біріктіріп, сыртқы саясатта беделін арттырады. Тәуекел мен Есім хан 16 ғасырдың соңында Мәскеу мен Бұхарамен қатынастар орнатып, мемлекетті нығайтты. Тәуекел ханның тұсында бізде өз көрші елдер арасында соғыстар болды. Өйткені ол Абдаллахпен күрестер болды. Тағы да Ташкент телғашысы Баба Сұлтанмен күрестер болды. Олардың тұсында енді ақырында бізді қазақ хандығы сыр бойына қалаларға қол жеткізеді. Одан кейін Тәуке хан 1615 жылдары билік етеді. Жеті жағы заңын қабылдап, қазақ қоғамын тұрақтандырады. Одан кейін жоңғар шапқыншылығы Ресеймен қосылу болды. Оның тарихы өте үлкен. Өйткені қазақтар бірінші жоңғарлармен соғысты. Жоңғарлардың соғысып жатқан кезде мына жақтан Ресей қазақ хандығын өзіне алу керек болды. Өйткені бізді бірінші Петр қазақ жеріне айтқан еді. Өйткені ол Орта Азияға кіретін кілтпен қақпа деп атаған. Осылайша 17 ғасыр және 18 ғасырларда қазақ елінде ең ауыр кезең болады. Жоңғар шапқыншылығы болды. 1723 жылы бастаған Ақтабан шұбырында Алакөл сұлама қазақ халқының тарихындағы ең қайғылы оқиға болады. Алайда Абай, Бөгенбай, Қабанбай, Әбілмәмбет деген хандар және де тағы біздің Наурызбай дегендер болды. Батыр елді қорғады. Олар енді хан кеңесі өткізілді. Ол кезде Тәуке хан тұсында да хан кеңесі болған. Енді қазақ жерлері тайпаларға бөлініп, жүздерінің оларының арқасында бөлініп жатқан, оларды босату керек болды. Әр жерлерден бастап батырлар барынша өздерінің халықтарын тәуелсіздіктен жоңғарлардан босатуға тырысты. Сол қиын заманда қазақ хандары сырттан көмек іздеді. 18 ғасырдың ортасында Әбілқайыр хан осы жоңғарлармен күресіп, таққа Әбілмәмбет отырғаннан кейін Әбілқайыр хан оған ренжіп, мысалы рубасыларға ренжіп, өзіміздің батыс Қазақстанға және Жайық өзенінің бойына өзінің әскерін жинап кетіп қалады. 18 ғасырдың ортасында Әбілқайыр хан өзі әскерін, мысалы кіші жүздің өзін қорғап қалудан қорқап, әскерден жауларын қорғап, Ресейдің боданы ретінде Ресей империясына бодан алуға ант береді. Бұл ант елшілер арқылы жүргізеді. Ресейден бізден Тевкелеев атындағы елші келеді. Және де осы Майтөбе шатқалында кіші жүздің басшылары, ақсүйектер Әбілқайыр хан ант береді. 28 старшын қылып ант береді. Ол келісімшартты Анна Иоанновна қабылдайды. Осылайша бұл 1791 жылы Әбілқайыр хан осы Ресейдің құрамына кіреді. Бірақтан да Әбілқайыр ханның басты мақсаты ол қазақ жерін аман қалу болды, өз халқын аман қалу. Өйткені мына жақтан
ойраттар бар, жоңғарлар дегендей, бұлғарлар дегендей шабуыл жасады. Осылайша қазақ жерінің бір бөлігі Ресей құрамына кіріп кетеді. Бірақ бұл процесс ұзақ болды. 19 ғасырдан кейін ордасына дейін жалғасты. Одан кейін орта жүзді хандық билік жойылып, олар да кіреді. Одан кейін мына жерде Қоқан хандығы және Хиуа хандығы қарсы күрес жүргізіп, оларды соңында Ресей құрамына кіреді. Сондықтан Ресей қазақ хандығын, қазақ жерлерін толығымен өз құрамына алғаннан кейін олар өз реформасын жүргізеді. Кіші Орынбор қыздар реформасы, Сібір реформасы болды 1822-24 жылдары. Одан кейін 1867-68 жылдары тағы екінші реформа болды. Онда бірінші Александр қабылдайды. Осылайша қазақ мемлекетінің қайта жаңғыру кезеңдері дегенде тақырыптар болды. Біз қазақ жерлері толығымен Ресейдің құрамына кіргеннен кейін осы Ресей құрамындағы қалай айтсақ болады, Ресейдің құрамындағы әскери хандық биліктің жойылуы қазақ халықтарын толығымен өздерінің халқы ретінде қабылдады. Өйткені Ресейден бізге шаруалар келді, яғни халық араласты, діндерге қайсы шоқырлау болды, орыс мектептері ашылды. Яғни қазақтар мен орыстар кәдімгідей бірігіп бір мемлекет болды. Бүкіл жақтан қатты көтерілістер болды. Исатай Махамбет көтерілістері, Сырындатыл көтерілістері, тағы да үлкен көтерілістер болды. Бақтында бұл көтерілістер бәрінен де қазақ Ресей мемлекеттерінің әскері мықты болған еді. Осылайша бізде бірнеше ағартушылар болды. Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин кезінде бірнеше ағартушы мектептер ашылып, алғашқы алфавиттер жазылып, мектеп ашылады. Осындай ғасырларда 19 ғасырлар мен 20 ғасырларда қазақ халқы тәуелсіздігін жоғалтқанымен ұлттық санасы сақтап қалды. 1917 жылы алғашқы жаңа буын Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов қайраткерлері, осы алаш қайраткерлері алаш көтерілісін жариялайды. Бұл қазақ мемлекеттігін жаңғыртудың алғашқы қадамы еді. Бірақ кеңес үкіметі орнаған соң алаш үкіметі таратылды. 1920 жылы Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы Қазақ АКСР құрылады. 1336 жылы Қазақ кеңестік социалистік республикасы Қазақ КСР болып қайта құрылып, КСР құрамына одақтас республикаға айналады. Осылайша біраз соғыстар болады. Бізде үлкен археолог қазба жұмыстар жүргізіледі. Үлкен Транссібір жолдары ашылады. Индустрияландыру болады, ашаршылық болады, ұжымдастыру болады. Қазақ халқы бір нәрсе қиындықтарынан өтеді. Бірақтан да соңында Горбачевтың кезінде КСР-ның ыдырауы және тәуелсіз Қазақстан болады. 1911 жылы КСР ыдырап, 10 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздігін жариялайды. Елдің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев болады. Тәуелсіздік алғаннан кейін қазақ өзінің елтаңбасын, туын, әнұранын қабылдап, жаңа елорда Астана қаласын салады. Бүгінде Қазақстан егемен біртұтас дамушы мемлекет болды.